Құрметті достар, бүгінгі видеомызда үй жағдайында суши роллды қалай дайындауға болатыны жөнінде тоқталамыз. Ол үшін бізге алдымен қандай қажетті заттар керек, соны біліп алайық. Бізге ең бірінші керегі суши нори. Мына жерде көріп отырсыңыздар, голд деп жазылып отыр. Осы жазылған түрі мына ең сушидің норидің ең сапалы түрі болып табылады. Бұл суши нори кептірілген теңіз балдырлары. Бұл сушиді және роллдарды жасаудағы ең қажетті, осы ең басты керекті нәрсе кептірілген теңіз балдыры. Және сонымен бірге мынандай бамбуктан жасалған майлық. Бұл мынандай ыдысты сатылады. Бұл да манағы сушилар жасауға арналған қажетті құрал. Бұл міндетті түрде көлемі осындай. Бұның сыртын өздеріңіз көріп отырсыздар. Пищевой пленкамен айналдырып 4-5 рет орап қаптап аламыз. Бұл бізге сушиді жасаған кезде тесіктерінен артық заттар шығып кетпес үшін осылай қаптап аламыз өзіміз. Және сонымен бірге сушиға арналған күріш, көлемі дөңгелек болып келеді. Сушиға сопақ күріштер пайдаға аспайды. Енді әзірге өзім осы сушиға арналған күрішті пайдаланып жүрмін. Бірақ дегенмен өзімізден шығатын кішкентай дөңгелек күріштерді пайдаланып алда істеп көреміз. Оған әлі эксперимент жасаған жоқпыз. Және сонымен бірге керегі күріш уксусы, рисовый уксус. Бұл күрішке қосымша дәм береді. Ең бізге қажеттісі осы. Және ең алдымен сушиді жасаған кезде бізге ең басты жасап алатын нәрсеміз бұл күріш. Күрішіміз жабысқақ болу керек және жасалуға ыңғайлы, жеңіл болу керек. Ол үшін біз күрішті салқын суға 3 рет жуамыз. Содан кейін қайтадан салқын су құйып, күрішті қолымызбен былай бірнеше рет уқалаймыз. Содан кейін күрішімізді болғаннан кейін 20 минут салқын суға салып қоямыз. Содан кейін суын қайтадан төгіп, газге 2 минут ыссы отқа қоямыз. Содан кейін 7-8 минут баяу отқа қоямыз да қақпағын жауып тастаймыз. Қақпағын мүлде қозғамаймыз, ашпаймыз. Содан кейін 7-8 минут өткеннен кейін, өйткені бізді күрішті салқын суға 20 минут салып алғанымыздың құпиясы, күрішіміз өте тез әрі жұмсақ болып шығады. Содан кейін алғаннан кейін бізге осы күрішке міндетті түрде күріш уксусын қосуымыз керек. Ол үшін күріш уксусын қосу үшін бізге 2 ас қасық күріш сірке суы, 1 шай қасық қант және жарты қасық тұз қажет. Газге ыдысымызды қойып, 2 ас қасық сірке суымызды құямыз, күріш сірке суы міндетті түрде. Содан кейін 1 шай қасық қант қосамыз, өйткені жылы ыссы газде қант ерігенше. Содан кейін сірке суында қант ерігеннен кейін біздің дайын тұрған күрішімізге манағы біздің жасап алған соусымызды қосамыз, уксусымызды қосамыз. Содан кейін жайлап қолымызбен немесе қасықпен былғап жасап аламыз. Міне ең өзімнің пайдаланатын күрішті жасаудың жолын көрсетіп отырмыз. Өйткені сушиді бәрі де жақсы көреді, бәрі де сатып алып жегенді қалайды. Бірақ үй жағдайында да осылай істеп көруге болады. Дәмі тап өзіңіздің сатып алып жүрген сушиларыңыздан кем болып шықпайды. Міндетті түрде осындай ең алдымен қажетті заттарды алсаңыздар,
қалғанын келесі жағдайлар суши жасаған кезде осының өзі сізге жеткілікті болады. Енді келесі сабағымызда сушидің қалай жасауға болады, оған қандай қажетті заттар керек, сол жөнінде толық тоқталамыз. Рахмет.